типа... Давай вот так резко. Сука, нюцы сейчас будут. Секс-банк is your track, play bass. Кумир готовит. Барлықтар мәселе, сіздермен бірге мен, Тони, және араға 2 жыл салат кезекті концертке барудамын. Хэзи Мега Хелден мерчіне заказ беріп, және де антихайп мерчінде сағат 12:30 менің дайындығым. Керек нәрселерді осылай алып отырмын. Йо. Мана антихайп логикасы мен 2023-те осыны сыйға тартқан болатын оған. Менің браслетім. Және де беретін сыйлығым міне. Енді мынау конструктор дәу болғандықтан чемодан таба алмадым базардан. Басқа да дүкендерді қарағам, мүлдем жоқ екен. Алмай-ақ қойың, сендерге бай көрсетіп Алматыдан көресіңдер. Ал қазір бізге мынау да статуа. Ол Майнкрафт түсіріп бастаған болатын, өзінің ютуберлік жолын. Былай айтқан кезде танымалдылығы Майнкрафт арқылы алды, бірақ Майнкрафттан бастаған жоқ жер еді. Және де мынау не нәрсе? Өзім ұмытып қалдым есімде. Бұл Южный парктегі ғой. Білетіндер ма? Лайк. Мен Алматыға келіп орналастым. Жайғастым, қазір фильм көріп, кеттерін тастап ем. Және де грузиялық асханаға тапсырып бердім. Қазір қашықтып жүрмін. Пойызда жеңіп алмадым. Мен даже берімге жолдықпын, капец. Хачапури қойдың етімен. Және де картофель бердім. Әнде өздерінің грузиялық лимонад бар екен. Менің өзімнен әкелген киімдерім барлығы мерч дейсің ғой. Crazy Mega Hell, Crazy Mega Hell, Anti-Hype, өзімдікі дегенде алайдық па. Енді ертеңгі концерттерге осыны келіп қарам. Мені қазірге рум тур дейсіңдер. Мына жақта неон жанады айтпақшы. Bir қызығы былай келді. Мысалы қазір есік ашам ғой. Есіктен кейін тағы да бір есік ашылу керек. Подъездге шығу үшін солар өте қатты заңдастырып. Енді мені әдеттерге жанады. Сағат 5 болды, ал мен қазір дүкенге барайын деп жатырмын. Өйткені журнайын десем, шампунь, мочалка, сабын деп нәрсе жоқ екен. Кәсімдерге жетті өскен жоқ мен, кстати. Мен бүгінгі грузиндік тағам бар. Және отырмын. Міне менің закупкаларым депті. Әрқайсы әр жерде. Уже дәмін тәтіп үлгердім. Жаңа вкус, короче, берила. Киви деген ғой. Біздің қалада оны жоқ. Сосын бағана пацетар дейсің ғой. Өзімде пасы қаны бар, қаны сол, қаны қара. Біреуінде 3 данадан болады. Бір қойдың етімен алып жегем. Толып қалдым, капец әлі ашылмаған. Ал кешегі сәскөтесі. Пойызда 2 трешкелес картошканы алып, 2 лицадан жаңағысына уже тәбет жоқ деген әңгіме ғой жалпы. Осындай қарапайым
Пәтер, ұнады ма? Тема. Менде осындай бар. Өйткені мен қойған мақсаттарымның бірі. Міне қазіргі далаға шығатын киімім. Осылай. Ертеңге мен мынаны кисем бай жатырмын, бірақ на всякий случай бір киімдер іздей саламын аяқтан. Қазір мекаға барамыз. Мен сіз қойғанға уже сөйлеуді ұмыта бастадым ба, өйткені байқадыңдар ма мен үстіңгі ернімді қатты қимылдатпаймын. Осыны кисем бай деп тұрмын, өйткені ол да поп-панк ұнайды мен сияқты. Кейін оригиналын қалай білуге болады десеңдер, мына ошақ басының нөші көтереді. Сосын аяқта Made in China деп тұрған жоқ. Мынадікіндей. Антихайп логикасы. Короче, я ананы арендаға алаттығым мен. Ол да не короче, ананы арендаға алатыр. Чуваган решил. Да, вот это, конечно, софт падение, да? Прикольно, да, прикольно. Третий подъезд, а? Наркоша. От системы этой. Здесь еще сильнее. Бля, завтра жаль, что бухать нельзя на концерте. Из-за этого ебучего сотрясения. Не. У меня до сих пор башка болит, сука. Не, что-то безалкогольное хотел. Чего, короче, вот закупились нью-йоркером. Вот это вкусно, кумаса. Да, я. Ховицеру понравилось, кстати. Он сладковатый, кажется. Башкирский. Вот ночной город, короче. Да, вот такая делишки. Вот, короче, рум-тур. Наушники за 100 тысяч тенге. Такая хуйня. Инвестиция в Нифига говно. грязно. Я думаю купить еще Pro. Провод? Pro. Сағаттан қапес. Жаңағы пәтерден қайттым. Таңертеңге астамдықта ұйықтау үшін келдім негізі. Әйтпесе ана жақта екінші кровать жоқ екен. Заранее рука ключ. Все, На горы. вышли из этого ЖК Даняра. Теперь идем домой. И почему соседи, да? Ты не то открываешь. Бля. Вип запуск 6 часов. Вот такую погоду идем, короче. Идем. Алматинская погода.
Рахмет, братья. Спасибо. Казахстан! 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 Как наркоман пацифист, да свадеб, пьяный Че, вы не устали еще? Что? Так в смысле, кто из антихайпа? Я есть антихайп. Я сын Забая. Хочу, чтобы вы все сейчас жестко разъебались и попрыгали. Вы готовы?
Брат, прости, но ты не вип-казашка, поэтому нет. Но попытка хорошая была. Круто, отдашь кому-нибудь на бале, передадут, спасибо большое. Я в голову разобью в гримерке потом, на кружок кому-нибудь. Вырубите этот красный, стробите больше и сильнее. Стробите, уже бы не надо статику. Вырубите статику, вот это наверху. Молодой, ты тупой, ты водой, ты водой. Молодой, ты тупой, ты водой, ты водой. Молодой, ты тупой, ты водой, под водой. Я считаю, что женщины должны нас обеспечивать. Это точка.
написано хуй. Че вы не заебались? У всех написано хуй. Нет, только у тебя. Бля. Ты, видимо, заслужил. Да, есть такое. На бар! На бар! На бар!
хочу, чтобы меня за яйца хватали. Так, назад, ничего мне в руки не давайте, я пою. Ничего не надо мне тыкаться. И фонариком можно не светить? Фонариком не светим. Не трогаем, не трогаем. Сделайте, и все садимся. Все садимся. Все садимся в тяну. Все садимся. Представьте, что вы в Россию скоро сядете. Я пока не умею. Блять, то, что вы на балконе, у вас денег больше, это вас не освобождает, а мы сели все. И на счет 3 все вместе прыгаем. Стробоскоп, там свет, бау-бау-бау, а-а. Окей? Я не слышу! Давай. Я с тобой, ты со мной, ждем подумай, молодой, наступай, твои братики, отстой, белый как кимоно, не забей, сорок, я мужик, заучись,
Не пойду, я как в Нижнем Новгороде ногу сломал, я не хожу больше. У меня еще не было 50 концертов, блядь, я не хочу ссать. Сейчас будет самая ужасная песня. Можно быстрее уходить сам. Чтоб кровь с ушей не пошла. Просто прочувствуйте этот кал. На твой телефон смотри, Спасибо. Я прыгаю. Let's go.
здесь Шима для славы КПСС. Антихайп! Антихайп! А тут много кто пришел парами? Пацаны, садите, замкните круг сейчас, не нужен слайм. Садите девчонок себе на плечи. А девчонки, которые на плечах, включают фонарики.
Люби меня, люби меня. Жаль пісня. Спасибо. Можно бросить вас чуть-чуть, женщина, вам нормально? Может, тебя вывести, тебе плохо? А, вывести-то? Ну ладно. Ну что, заебали, блин, давай, все будет. И все вместе. Плесня, брат, 10. Раз последняя рейса.
можете вырубить? Спасибо большое всем, кто вышел. Мы рады видеться. Спасибо всем, кто был 23-м, дорогие концерты. Спасибо. Кто пойдет, увидимся еще раз. Спасибо. Увидимся с кем. Дайте шумы, себе Алматы! Бля, вот мне очень понравилось, короче. Я спереди стоял вон там. Видел? После концерта, короче, пришли в компьютерный клуб. Сейчас? Да. Паузу могут поставить? Все, короче, фасткат начинается. Битва 5 на 5. Все, короче, конкурстан соң бір ЖК-ға келдік кілт алу үшін, чтобы басқа ЖК-ға бару үшін. Капец, біз қаңғу тайм дегенді жалғастырып жатырмық концерттен соң. Жаңа конкурста бірінші матчты жеңдік, екінші матчты даже не доиграли. Сосын біздің жаңа Жезқазғандағы жігіттер бір сағат бізді күтіп қалыпты, пока біз Магдайттан хау теккен кезде. Міне Алматының концерті аяқталды, сағат 11:50 өтті. Және қазір менде выезд 12-ден. Тұрдым, неше сағат ұйықтадым, мен бір 3-4 сағат ұйықтаған шығармын, өйткені біз түнде конкурста болдық, қаңғыдық. Және мен кезектіріп қалдырып жатқан тағамдарым. Соған не пәтерлер мен. Бізде бұл хинкали, әлі же алмадым. Өйткені тойып көттім да. Мынаны қазір алып кетемін. Екеуінде алып кетемін айтпақшы. Кеше маған осы бөтелкені официант қыз берді ғой. Өйткені мен одан сатып ала берген алкогольдік сусындарды. Алкогольсіз де іштім. Солай жалпы. Концерт қалай болды десеңдер, өте тамаша өтті екен. Мен сыйлығыма қуанды, қымбатты ойлады, бірақ қайдан білсін ол қытайлық екен, 20 мыңға сатып алған. Мен плакатымды ұмытып кетіппін. Сосын біз жүрдік, қайтадан бардық. Және мен Русланмен кездестім, оған мен чипстар бердім ғой, 5 мыңнан дәмімен Астанада концертін кешігіп барған кезде. Соны айтып қалдым, бірден есіне түсірді, еще ол алып кетіпті өзімен бірге соны. И мен оның мені құттықтағанын көрсеттім 2009-да. Капец, қаяқтан алдым дейді ғой номерді. Слава кәпілесіз. Сосын мен әдеттегі сұрақтарымды қойдым. Саус Парк кімді ұнатады, Рэнди деп айтты. Морскон кімді ұнатады деген кезде ол Джакс, Сайлекс, Джонни Кейдж деді, қыздардан Милена деді. Мен ең басты сұрақта ұмытып кетіппін. Друзья сериалынан кімді ұнататынын. Мен негізі сол конструкторды сыйлаған болатынмын. Ол айтты, что өз мамасына табыстайтынмын менің сыйлығымда. Өйткені өзінде бар екен уже. Енді короче сол сұраққа жауап іздеу үшін Астанаға билет алдым. Ертең Астанаға ұшамын. Ну, точнее мен бүгін ұшамын уже Астанаға. И ертең концертке барамын. Оған уже мен митинг билет алдым. Менде осы Алматыдағы супер митинг билет тұр. Мен саундчек бүкілінде болдым. Енді мен келесі ана митинг билет қалған барамын. Плакат үшін және жаңағы сұрақтар үшін. Сосын февральда қызық болған. Мен беседада, короче, біреулермен сұрайш жасаған болады. И олар, короче, жаттап алыпты мені. И мен кеше бір қыздарға таянып, мені бір видео сөйлей аласың нормально деп кетқам. Жарайды, и потом шамал бір 5 минут іздеп тұр ғой, короче, сен оказывается мен подругаларыммен ұрсыпсың, там шешелерін сөйлесің деп. Сосын мен қарап тұрамын да, қашан болды деп ше. Сосын жарайды дей салдым. Сосын арасында бір жігіт тұр, короче, ол да неге төбелеске шақырған тұғын беседада. Бірақ кеше барған кезде еш нәрсе істемеді. Сіздер маман, сау. Өзім тура сценаның алдында тұрдым. Ал Данияр деген жаңағы приятелім, ол екінші этажда отырды юбкасында. И, короче, сол отырған кезде, короче, менің инстадағы танысымен бірге отырды бір столда, ойлаш, қаншама адам именно менің танысымен бірге отырады. И менің танысым білмейді, что мен даже концерт екенімді, мен ешкімге жарияламаған ба сол. Енді қазір Қарама-Қарсы жерде жаңағы Данияр деген арендовать етіп жатыр. Тұрғын үй кешенін. Қазір сол жаққа баратын боламыз, кешке дейін отырамыз и Астанаға шығамыз. Әзіргі впечатлением жақсы Алматыдан. Тема вот даже
қажылы пост жасады ғой Греймер Хелдың өзінің телеграмына. Осылай полароидқа түстік. Зеркальный, да. Осындай. Все, уже тұрғын кешені хозяйна жазып отыр ма? Кешке ары келсем. Қазір біз фотосессия жасаймыз мына жерде. Барлығын дайындап қойдық. Қараңғы помещение де күшті болады. Космикасын көрсетейін мұны. Чего, ма? Все, короче, Астанадағы концерттен шықтық енді Алматыдағы концерттен шықтық енді Астанаға барып болғанымызға ұшып барамыз. Кешегі концерт что-то, ну, ең күшті болды енді. Астанадағы захотел еще раз. Да, я захотел еще раз. Короче, подарктер алдым кімдерде. Русланға подарктер алдым. Қазақи кешегі бір подарок. Енді осыған үстіне тағы да бір подарок беремін.